Сәлем досым, сен мен бірге Медгениус арнасы. Біз бүгінгі тақырыпта қан деген не деген сұраққа жауап беретін боламыз. Егер сен қан жайлы түсінбесең, қанның саған анализдері келетін болса, сен оның ішіндегі ненің не екенін түсінбесең, мынау не трансферин деген, не ферритин деген, не креатинин деген, не алты асеті деген не, оны түсінбейтін болсаң, онда бүгінгі тақырыпты дұрыстап қарап ал. Мен сендерге жалпы осы қан жүйесіндегі тақырыпта биохимиясын үшке бөліп қарастырамын. Біріншісінде қанның плазмасын, екіншісінде қанның формалы элементтерін, үшіншісінде жаңа бүкіл биохимиялық қан анализдері немесе жалпы қан анализі оның жайлы толық ақпарат беретін боламын. Бірақ оларды біліп, чтобы түсіну үшін сендерге бірінші фундаментальды білім керек. Сол үшін бүгінгі тақырыпты босқа жіберіп алмайтын боламыз. Кеттік олай болса. Келесіне келетін болсақ, бізде қан деген не деген сұрақ? Қанның құрамы, қанның физикалық қасиеттері, қанның биологиялық рөлі, плазма нәруыздары, комплекс жүйесі, гиперпротеинемия және гипопротеинемия. Енді бұның бәрін ары қарай жалғастырамыз. Енді бізде қан дегеніміз не ол? Бізде жалпы егер сен ойлайтын болсаң, қан деген ол просто қызыл сұйықтық дейтін болсаң, онда сенің көшедегі адамнан айырмашылығың жоқ. Сол үшін саған бір нақты жеңіл тілде түсіндіретін болсам, қан деген ол бізде ішкі қан тамырлары болады ғой. Сол қан тамырларының ішкі қабырғасында қозғалып жүретін қозғалмалы тін деп атайсың. Бұның ерекшелігі сода. Бұның ішінің өзінің жасушалары бар, кәдімгідей, өзінің несі бар, плазмасы бар. Бұл плазмасында нәруыздары бар. Өстіп, осы нәруыздары, осы қан жасушалары бізде қанның толық функциясын қамтамасыз етіп отырады. Келесіне келейік. Енді бізде сендер үшін мен қанның осы схеманы сызып қойдым. Осы схема арқылы біз бәрін оңай түсінеміз. Бізде, значит, мына жерде қанның формалы элемент, қанның құрамы бізде қанның плазмасы және қанның формалы элементтері деп бөлінеді. Қанның плазмасы бізде 55% алады, ал қанның формалы элементтері 45% алады. Жаттап аламыз. Енді қанның формалы элементтерінің ішінде бізде эритроцит, тромбоцит, лейкоцит кіреді. Эритроцит қанның қызыл түйіршігі, тромбоцит бізде оның негізі түссіз, бірақ егер тромбоз немесе бізде тромб пайда болатын болса, сол жерге эритроциттердің жиналу салдарынан бізде тромбты қызыл деп атаймыз. Соны естеріңізде сақтаймыз. Ал лейкоцит ол бізде қанда қорғаныш қызметін атқаратын жасушалардың бірі болып табылады. Енді бізде осылардың арасында біздің қанның формалы элементтері 44% болса, осылардың барлығы, значит, соның ішінде 44%-ын эритроцит алады. Ал енді бізде қанның плазмасына келетін болсақ, ол 55%, оны органикалық және минералды деп бөліп аламыз. Минералдығы бізде электролиттер, натрий, фосфор, кальций дегенде жатар. Ал органикалықты біз азоты бар, азоты жоқ деп, немесе азотсыз және азотты деп бөлеміз. Азотсызға бізге май, көмірсу жатады, оларда енді азот болмайды, олар нәруыз емес қой. Май, көмірсу жатады, бізде көмірсуден глюкозаның қалыпты мөлшері организмде 3/5, 5/5 деп жатамыз, немесе кәдімгі давлениеге ұқсас 80-120 миллиграмм арасында дейміз. Ал азоты барға, немесе азоты қосылыстарды біз мочевина, плазма, нәруыздар деп бөлеміз. Нәруыздарды адам организмде қолданады, ал мочевина егер ол нәруыз болатын болса, оны қолдана береді. Оны біз шығарып тастаймыз, нәруыздардың соңғы өнімі болып табылады, немесе несеп нәрі. Ал плазма нәруыздарына бізде альбумин, глобулин, фибриноген жатады. Келесі, біз енді қанның маңызы жайлы маңызын түсіну үшін біз оның физикалық қасиеттерін, биологиялық рөлін, плазманың нәруыздардың ерекшелігін білуіміз керек. Енді келесіне келетін болсақ, бізде физикалық ерекшеліктері қандай екі қысым болады. Білесіңдер ма? Қанның ішінде екі қысым болады. Ол бірінші осмостық қысым, оны естігенсіңдер. Оны бізде натрий, яғни минералды тұздар ішінде натрий қамтамасыз етеді. Ол электролит өзімен бірге суды алып жүреді. Егер оның алмасу бұзылатын болса, адам организмінде ісіну пайда болады. Ал ол 99% нені алады қысымда, ал қалған 1% қысымда онкотикалық қысым немесе нәруыздардың қысымы деп атаймыз. Ол альбумин қамтамасыз етеді. Ол альбумин это нәруыз бұл бізде коллоид, а коллоид өзімен бірге суды алып жүреді. Келесі бізде қанның физикалық көлемдік қатынасы болады. Яғни бізде қанның құрамында жаңа мен сендерге плазма, мына жерде айттым ғой. Плазма бізде 55%, қанның формалы элементтері 45% дедіге, осы жерде эритроцит 44% дедік. Значит, бүкіл қанның арасында эритроцит 44%, 42-44% алады. Енді осының арасында біз гемокритке саламыз. Гемокрит деген ол бізде қанның құрамындағы эритроциттің жалпы қанға несін шаққанда мөлшерін анықтайтын әдіс болып табылады. Енді осы әдіс арқылы егер эритроциттердің мысалы бізде ол әдіс арқылы
бірінші жаңа центрифуга деген болады. Центрифуга это что? Это бұл біз қанның құрамын анықтау үшін оның ішіне капилляр деген нені саламыз. Жаңағыдай ішіне қанды құйып, жаңағыдай шынын саламыз. Сол шыны айналдырады. Айналдырған кезде сол бізде эритроцит это тығыздығы жоғары, салмағы ауыр болғандықтан түбіне шөгеді. Қанның плазмасы сұйық болған соң бетінде қалады. Ал тромбоцит пен лейкоцит ортасында қалады. Енді сол жерде біз эритроцитті аламыз да бүкіл массаға қарай есептейтін боламыз. Одан кейін келесі одан кейін барып, егер жаңағының мақсаты неде бізде, егер эритроциттер мысалы организмде гемолиз болды дер, гемолиз яғни эритроциттердің ыдырауы, сондай кезде эритроциттің жалпы көлемге қатынасы азайып кетеді. Біз бұны осы әдіс арқылы анықтаймыз. Үшіншісі қанның мөлшерін қалыптыдағы ұстауы және оның тұтқырлығы. Тұтқырлығын бізде осы не қамтамасыз етеді? Қанның құрамында нәруыздармен жаңағы не қамтамасыз етеді? Қанның формалы элементтері ол қанның қою болуына қатысады. Одан кейін барып бізде қанның мөлшерінің қалыптылығы деген ол бізде қанның өзінің мөлшері болады. Яғни ол егер біз организмге су қабылдап ішетін болса, ол ішектен қанға қарай түседі. Сол кезде қанның мөлшері артып кетеді. Оны адам организмде қалыпты мөлшері 4-5 литр болған соң, ересек адамда оны қалыпқа келтіру үшін организм оны бүйректен шығарып отырады. Ал егер су жетіспей жатыратын болса, қан тіндерден суды алып бүйректен реабсорбция, яғни судың реабсорбция қызметін арттырады. Келесіне келейік. Енді қанның биологиялық рөлі. Қанның биологиялық рөліне келетін болсақ, бұл бізде газ алмасуға қатысады, қоректік заттарды тасымалдайды, жылу тасымалдайды, метаболизмге қатысады, гомеостазды сақтайды, қорғаныш қызметін атқарады. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтейін, чтобы сіздер түсіну үшін. Бірінші газ алмасуға қатысады. Бұл қалай қатысады және қалай жүреді? Бұл процесті дұрыстап түсініп аламыз. Ол үшін сіздер үшін мен арнайы поинтты ашайын. Бізде газ алмасуға қатысу былай болады. Мынаны альвеола деп аламыз. Енді мынаны ортасында аралықтың және мына жерде бізде капилляр, яғни қылтамырлар болады. Альвеолалық қылтамырлар. Осы жерде бізде газ алмасу жүреді. Қалай жүретінін қазір қандай қысымдарға қарайтын айтып беремін. Оттек мына жерде, екеуінде де оттек болады. Оттек, енді қараңыздар, бізде альвеола и мына жерде бізде не капилляр. Енді осы жерде бізде оттек капиллярlarda мүлде 0 болып келмейді, SO2 болады дегендей нәрселер болады ғой. Енді бірақ яғни көміршыл газы ғана емес, оттек болады. Бірақ біздің оттек болғанмен, ол жерде бізде оттектің парциалды қысымы капиллярларда альвеолаларға қарағанда очевидно түрде төмен болады. Яғни бізде бұл жерде парциалды қысым максимум түрде 7-85-ге барса, максимум 85-ге барса, нәрде. Ал недегі альвеоладағы оттегінің парциалды қысымы бізде, бұл бізде 13,5 болады. Яғни мына капиллярдағы қарағанда альвеоладағы оттектің парциалды қысымы 2 есе көп. Яғни осы жерде бізде диффузия алмасу болады. Яғни парциалды қысым бұл газдардың қоспасы болып табылады. Яғни бізде общий газдардың қоспасы 100% болады. Бұл соның ішінде азот, оттек, көміршыл газы бәрі кіріп кетеді. Тағы да басқа қосымша газдар болады. Біреу темекі шегетін болса ондай дегенде. Енді бізде осы жерде диффузия алмасу деген ол бізде егер сен бір молекулалық газдық затты шашатын болса, мысалы духойды, ол бір орында тұрып қалмайды. Ол басқа жерде духойдың молекулалары жоқ жерге қарай біркелкі таралады. Яғни бөлмеде таралады. Сол сияқты мына жерде альвеола қалып қалмайды. Альвеолада ауа оттек қалып қалмайды. Ол мына капиллярға қарай өтеді дағыны. Осылайынан екеуінің несін концентрациясын теңестіреді. Екеуінде ролын 7 қылады, 8 қылады дегендей. Сөйтіп екеуі теңескеннен кейін ары қарай оттекті мына тасымалдап алып кетеді. Түсіндіңдер ғой, сөйтеді дағыны бізде оттек алмасу осылай жүреді. Деген газ алмасуға қатысады дегені осы. Оттекті газ алмасуға қатысады, тура осылай көміршыл газын тасымалдайды. Бізде эритроциттер болады. Эритроциттер ол өзімен бірге жаңағыдай жерден алып алғаннан кейін оттекті келесінен бүкіл денеге қарай тасымалдайды. Өкпенің бүкіл тіндерге әкеледі дағыны. Сол тіндерге әкеліп, эритроциттің құрамында бізде гемоглобин бар. Гемоглобин деген ол бізде, қазір көрсетіп жүрейін, гемоглобин бар. Гемоглобин ол бізде эритроцит болса, осының ішінде болады. Мысалы, мына жерде ол 2 альфа нәруіздеңіздер, 2 бета нәруіздеңіздер. Осылар, сосын арасында 4 гем болады осындай.
4 гем болады. Жеттен ол 4 гем бізде темірмен байланысады. Естеріңізде болсын, темірдің 2 валентісімен. Егер темір 3 валентті болатын болса, онда ол оттекті тасымалдамайды. Әрқайсысында осындай темір болады. Енді осы темірдің қасиеті бізде оттекпен байланысу. Сосын оттекпен байланысатыны осы оттекті бізде организмге қарай тасымалдайды. Ал организмге қарай тасымалдағанда белгілі бір тінге әкелді, тін оны қабылдайды. Тінге босатып тастап жібереді. Сол кезде олар да өз кезегінде көміршікл газын осы гемоглобинге береді. Яғни бізде өкпеде оксигемоглобин түзілсе, ал организмге, яғни әрбір тінге барған кезде ол жердегі көміршікл газын алу салдарынан бұл жерде карп гемоглобин түзіледі. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Одан кейін келесі бізде қоректік заттарды тасымалдайды. Қоректік заттарды бізде оның плазма нәруыздары тасымалдайды. Альбумин, глобулин, фибриноген дегендей. Одан кейін жылуды тасымалдайды. Жылуды бізде бауыр, бұлшық ет, тағы ішекте бөлінеді. Себебі бізде ішекте ас қорыту процесі жүреді, асты сіңіру процесі жүреді. Ал бауырда көптеген ол организм ішкі моторы десек те болады. Ол жерде көптеген процестер жүзеге асатын болғасын, ол жерден де энергия түзіледі. Ал бұлшық ет бізде ол жиырылу функциясын атқаратын болғасын, ол жерден де әрине энергия түзіледі. Ол энергияны қан алады дағыны неге тасымалдайды? Теріге, мұрынға, сөйтіп сыртқы органдарға, басқа органдарға апарып тасымалдап, денені жылтаттан адамның қалыпты температурасын ұстап тұрады. Одан кейін метаболизмге қатысу, ол гормональды арқылы, ол жанама әсер ету арқылы, яғни қан бізде гормондарды тасымалдау арқылы, ол гормондар белгілі бір метаболитикалық жолда активтеу арқылы, сол арқылы жүзеге асады. Метаболизмге қатысуы, гомеостазды сақтайды, бізде pH-ты сақтауы, қанның, яғни нәруыз. Одан кейін барып жаңағыдай онкотикалық және осмостық қысымды сақтауы. Сосын қорғаныш қызметін атқаратын бізде қанның иммуноглобулиндері мен антиденелі, то есть қанның фагоцитоздық жасушалары болып табылады. Келесі. Енді бізде плазма нәруыздарына келетін болсақ, бізде плазма нәруыздары альбумин, глобулин, фибриноген жатады. Олар біз бір-бірінен бөлу үшін электрофорез немесе иммунологиялық әдісті қолданамыз. Әдіс бізде альбумин нәруызының барын және глобулиндердің 4 түрі альфа-1, альфа-2, бета және гамма глобулиндердің бар екенін көрсетеді. Енді бізде альбуминге келетін болсақ, альбумин дегеніміз ол бізде плазмада ең керемет нәруыздың бірі. Ол бізде екі қызметті атқарады. Біреуі тасымалдау болса, екінші ішкі тұрақтылық гомеостазды сақтау. Тасымалдау қызметіне келетін болсақ, ол бізде кальцийді тасымалдайды, яғни қан ұю факторы, немесе миға одан кейін тасымалдау кальцийді тасымалдайды, глюкокортикоидтық гормондар тасымалдайды, өтті тасымалдайды, өттің пигменттері билурбин болады, ал билурбин ол сары түс берген соң қан плазмасы сары болады. Және май қышқылдарын, яғни эфирлемеген май тасымалдайды, және дәрілердің ішінен антибиотик, яғни пенициллинді тасымалдайды. Ал гомеостаз қызметі біз білетіндей онкотикалық қысымды сақтау болып табылады. Альфа-глобулиндер, яғни глобулиндерді біз бөлеміз екіге, үшке альфа, бета, гамма. Альфаның өзі екіге бөлінеді, альфа-1, альфа-2. Альфа-1-ге тек қана антитрипсинді жатқызамыз. Қалған бізде аталатын нелердің бәрі макроглобулин, интер-альфа, немесе глюкопротеин деген барлығы ол бізде альфа-2-ге жатады. Бізде альфа-1 антитрипсин мен альфа-2 макроглобулин ол бізде протеолитикалық ферменттер болады, яғни ас қорыту ферменттері, оларға қарсы жұмыс атқарады, оларды тежеп отырады. Одан кейін барып бізде жедел фаза ағузы деген бар. Жалпы альфа-2 протеин және альфа-2 макроглобулин осы бізде альфалардың ішінен жедел фаза ағузы болады. Ал жедел фаза ағузы дегеніміз не? Егер адамның организмі белгілі бір суық тип немесе вирус түсетін болса, осы ағуздардың деңгейі көбейіп кетеді. Одан кейін бар тағы ретинолды байланыстырушы, немесе ретинолды тасымалдаушы, яғни А витаминін тасымалдаушы ағуыз болады. Одан кейін Т4, яғни тетраиотиранинді тасымалдаушы, немесе тироксинді тасымалдаушы ағуыз болады. Одан кейін бар транскартин ол бізде глюкокортикоидтарды, яғни неде бүйрек үсті безінен бөлінетін гормондарды, мысалы кортизолды тасымалдайды, жаңағыдай метаболитикалық қатысуы болады дегендей. Одан кейін бар цирролоплазмин, бұл бізде купрумды тасымалдайды, яғни мысты тасымалдайды. Егер осы цирролоплазминнің жетіспеушілігі немесе бұзылысы болатын болса, адамда ауру дамиды, яғни мыстың бауырға көп жиналып, мысты, яғни бауырды қабындыру. Сосын гаптоглобулин, ол
гемолиз процесі кезінде, яғни эритроциттер ыдыраған кезде гемоглобинді алады да бауырға апарып, то есть ретикуло эндотелиалды сүйек кемігіне апарып, оны гем мен глобинге ыдыратады да гемоглобин мен бүйректің зақымдануынан қорғайды біріншіден. Екіншіден гемнің сыртқа шығып кетпеуін, темірдің сыртқа шығып кетпеуін қамтамасыз етеді. Одан кейін бізде бета-глобулиндер, оған бізде трансферин жетеді, темірді тасымалдағыш, гемопексин жетеді, ол гемнің бүйрек арқылы шығып кетпеуін қамтамасыз етеді. С-реактивті ағуыз, жаңағыдай бізде жедел фаза ағуызы, яғни суық тигенде, ауырған кезде көбейіп кетеді. Одан кейін бізде гамма-глобулиндер. Гамма-глобулиндер бізде ең маңызды глобулиндердің ішіндегі, ол бізде антидене немесе иммуноглобулин деп аталатын нәруыздары болады. Олар бізде немесе бұларға келетін болсақ, олардың түрлері IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, немесе иммуноглобулин G, иммуноглобулин A, иммуноглобулин M, иммуноглобулин D, иммуноглобулин E. Бұлардың әрқайсысының өзінің жеке-жеке қызметі бар. Мысалы, IgG-ға келетін болсақ, ол бізде алғашқы жедел фаза кезінде көбейеді, одан кейін барып бізге оны M-ға береді, M одан кейін 2 немесе 4 аптадан кейін көбейеді. Мына IgA ол бізде шырышты қабықтарды, қуысты мүшелерінің ішіндегі бүтін заттарды жояды. Ал мына IgE болатын болса, оның қызметі толық зерттелмеген. Енді келесі бізде гипо және гиперпротеинемия комплемент жүйесі. Комплемент жүйесі бұл бізде жаңағыдай антидене, жаңағы, яғни иммуноглобулин бізбен мына жерде көріп тұрсыздар ғой. Мына жерде антиген келеді дана, антиденемен байланысады. Антиденемен байланысқаннан кейін ол комплемент жүйесін қосады дана, фагоцитоз процесін шақырып, осы антигенді ыдыратып өзінің лизосомасы арқылы, лизосомасында ферменттер арқылы жоюы, осы бізде комплемент жүйесі деп аталады. Ал одан кейін барып бізде гиперпротеинемия, ол қанды нәруыз мөлшерінің жоғарылауы болып табылады. Ол ас қорыту жолының патологиясында, мысалы диарея, құсу, холера және де суды көп жоғалтқанда пайда болады. Ал гипопротеинемия, ол нәруыздардың қанда азаюы, ол бізде судың организмде көп ұсталуы, протеинурия, бауыр патологиясында болады. Яғни бізде гиперпротеинемия бұл нәруыздың жоғарылауы болса, ол ас қорыту жолдарының патологиясында болады екен көбінесе, иә? Мысалы диарея болады. Сосын құсу болады, сосын холера болады. Одан кейін суды көп жоғалтқанда пайда болады гиперпротеинемия. Значит, бұл бізде қабыну процесін көрсетеді. Толықтай, яғни бізде диарея ол просто так шығып кете бермейді ғой. Бірақ бізде талдайтын жағдай, бізде егер гиперпротеинемия болып, қабыну процесін көрсетсе, артынан гипопротеинемия болуы да ғажап емес. Себебі бізде диарея болған кезде астың қорытылуы бұзылып, нәруыздардың азаюы пайда болады. Яғни нәруыздар ішектен сіңірілмей кетеді. Одан кейін бар құсу болған кезде де, онда біз құсатын адам, ол құсып жүрген адам, оны сау адам деуге болмайды. Себебі оның асқазанында немесе 12 ішегінде жара немесе гастрит бар екенін дәлелдейді. Немесе бізде эзофагит, яғни эзофагит емес, яғни бізде эзофагиальды рефлюкс немесе басқа да бір не қалай айтсам екен, осы бізде тойс ахалазия, яғни бізде өңештің төменгі бөлігінің жабылып қалу жағдайынан болатын болса, осы астың кеудеде тұрып қалғандай сезім беріп, былай қарай жоғары қарай шығып кетуі болады. Одан кейін асқазанның төменгі бөлігінде, мысалы осы жағдайларда, яғни бұл жағдайлар ас қорыту жолының қабыну болады. Ал қабыну кезінде бізде ас қорытудың бұзылуы болады. Ол кезде бізде нәруыздардың сіңбеуінен гипопротеинемияға алып келуі мүмкін. Ал алғашқы кезде бізде жедел фаза нәруыздар, басқа да нәруыздар көбеюі, комплемент жүйесі іске қосып, осыны компенсаторлап аламыз дегені салдарынан гиперпротеинемия болуы мүмкін. Ал гипопротеинемия ол нәруыздардың қанда азаюы. Ол бізде судың организмде көп ұсталуы, протеинурия, яғни протеин нәруыздардың зермен шығып кетуі және бауырдың патологиясында болады. Яғни бізде бауырда гепатоз, немесе гепатит, немесе цирроз болған кезде бауырдың қалыпты құрылымы бұзылады. Ол қалыпты функциясы, яғни нәруыздар түзу қанға бөлу қызметін атқарамайды. Альбумин, глобулин, фибриноген бөлінуі азайып кетеді. Келесі, бізде қандағы ферменттер ол маңызды қызмет атқарады. Оған негізі жеке тақырып қылып қарастырған жөн еді, бірақ мына жерде сіздерге қысқа нұсқада айтып кете салайын. Қандағы ферменттерге келетін болсақ, ол жерде үшке бөліп қарастырамыз: функционалды, индикаторлы және эксекреторлы. Функционалды дегеніміз бауырдан көбінесе бөлінеді, көбінесе бауырдың патологиясын түсіндіретін ферменттер. Ал индикаторлы ферменттер ол бізде басқа бүкіл кез келген организм, мысалы бүйректің өзіне ренин бөлінеді, қалқанша безінен, жүректен бөледі. Мысалы жүректен
То есть жүректен бөлінетін ферменттер болады арнайы, солардың қызметінің бұзылуын көрсетеді, яғни ол қанда ол ферменттердің әдетте болмауы, бірақ көбейіп кетуі жағдайы болады дегенде. Одан кейін бар экскретарлы ферменттер, бұлар бізде бауырдан бөлінеді тоже, бірақ бұл қанға бөлінетін ферменттер емес, әдетте ол өтпен бірге шығып кететін ферменттер. Бірақ бұлардың қандағы көбеюі, значит өтпен бөлінуінің бұзылуын көрсетеді. Бұл өт жолында тас пайда болғанда, бауырдың аурулары кезінде болады. Осымен ферменттерді аяқтадық. Қорытынды, қан организмнің ішкі тұрақтылығын сақтайтын қозғалмалы тін. Ол қанның плазмасы және қанның формалы элементтерінен тұрады. Қанның плазмасы арқылы онкотикалық және осмостық қысым сақталады. Қанның формалы элементтеріне лейкоцит, тромбоцит, эритроцит жатады. Олар қорғаныш және тасымалдау қызметін атқарады. Қандағы ферменттер арқылы ол түзілетін мүше ақауын анықтауға болады. Сендердің тамашалағандарың үшін үлкен көп рахмет. Мына видео сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Арнаға жазылып кетіңдер. Сендер үшін алдағы уақытта көптеген жұмыстар жасаймын. Және де жеңіл және оңай сабақтар жеңіл әрі оңай қылып түсіндіруге тырысатын боламын. Және де сендер үшін маңызды тақырыптарды шығарамын. Алдағы уақытта қол босаған жағдайда сендер үшін арнайы анатомия, физиология, гистология пәндерін жеңіл тілде толықтай түсіндіріп беретін боламын. Ал қазір біз сендермен бірге қан жүйесін аяқтайтын боламыз. Сендермен бірге Медгениус арнасы парақшаны ашып жазылып қой.